Ал құрметті көрермендер, бүгін біз Сақ киностудиясы скумбрия дейтін балықтан шашлык жасайын деп жатырмыз. Біздің шашлыкты жасайтын өзіміздің керемет аспазшы әрі жарық беруші Серікбай Елеуов. Серікбай, сіз тамақ жасағанды ұнатасыз ба? Әрине. Бүгінгі тамақ, сіздің қолыңыздан жеген тамақ әрдайым жақсы болады. Бүгінгі тамақта сондай болады деген сенімдемін мен. Біз бұл скумбрияны мариновка жасап, мынандай грильда, барбекюда отқа қақтаймыз. Қақтаймыз ба? Шашлык істейміз ғой, короче, иә? Шашлык қып істейміз. Бұл енді Серікбайдың қолы, бір Құдайдың берген қолы ғой. Тамақты жасаса, еркек жасасын дейді ғой. Өте дәмді болған, өткенде жегенде, бұл жолы да дәмді болады деген сенімдемін. Қалай жасалатынын сіздерге мені көрсетіп қойын. Міне мынау өтін тазалап жатыр ма? Ішіндегі қара несін алып тастаймыз, пленкасын. Қара пленкасын алып тастаймыз. Өйткені ол жеуге болмайды. Қышқыл дәм береді сол себепті. Мынау специямызды дайындап қойдық. Енді бізге тек қана далада от жағу ғана қалды, мынаны мариновка жасап. Бұл балықтың басқа балықтардан не айырмашылығы бар? Ерек Сәке, мысалы басқа балықпен жасаса қалай болады осы? Тура осы нені? Болады, нақ болмайды. Любой балықпен жасау болады. Просто скумбрияның өзінің ерекше дәмі бар. Сол дәмі үшін қазір жасап жатыр. Негізі соммен жасауға да болады. Сом қазақша қалай болады? Жайын ба? Жайын. Иә. Одан бөлек сазанмен жасауға да болады. Біз уақытында сазанмен жасағанбыз, сочный болады олар. Иә. Ал сіздер құр отырмай каналға жазылып, лайк басып, комментариялар қалдырып, Серікбай Елеуов бауырымыздың еңбегін қолдаңыздар. Ал міне шай қайнап жатыр. Шай іше отырып, қазір мынаған специи, яғни қоспаларын қосып, керемет қылып дайындаймыз. Дәмдеуіштер дейді, специи дейді, қоспалар дейді. Кімге қалай ыңғайлы солай айтады. Біз өлә дейміз, сендер қасқа дейсіңдер деген сияқты ғой. Мынаның уже, мен уже жегінге барып мынаны. Бірақ бұл шикі да әлі. Міне, түрі аппетитный, сочный болып тұр. Скумбрия дейтін балық өте пайдалы. Жалпы балықтың бәрі пайдалы ғой. Өйткені витамин омега 3 меді, омега 6 меді. Сондай витамині бар бұның құрамында. Омега 3 ба. Сосын бұл балықтың майы адамның организміне өте қажетті май екен. Ой, мынау не деген иіс, мынау балықтың иісі мұрынды жарып барады. Оны майға қуырмай, өзінің майына қуырамыз қазір. Бұның өзінің майы бар ғой ішінде. Сондықтан сіздер егер осындай балық жасайтын болсаңыздар, онда осы видеоны көруге сіздерге кеңес беремін. Ал енді Сәке, бұл енді жалпы қанша уақыт кетеді бұны? Мысалы, магазинға барып келіп, жегенге дейін қанша уақыт кетеді? 1 сағат уақыт жетеді. Мен қазір істеп жатқаным 40 минуттай уақыт, қазір 15 минуттен кейін оттайым болады, жарты етеміз, бітті сонымен. А бұны неге жарты еткен дұрыс? Ағаш көміріне. Ағаш немесе шашлыктың көмірі дейсің ғой? Иә, шашлыктың көмірі. Болды онда. А біз неге жарты етеміз қазір? Қазір сол неде сатылатын ағаштың көмірінен жарты етеміз. Әрбір заправкада бар, өздеріңіз білетіндей. Сол жерлерге барсаңыздар, от деген жетеді. Сол жерлерге барсаңыздар, оны шашлыкке беріңіздер десеңіздер, сразу береді. Міне, бізде қазір қосып жатқан қоспамыз айта салайын. Мына жерде кристаллики, тұз, черный перец, красный перец. Ол басқа ештеңе жоқ ішінде. Осымен дәмді болып шығады енді. Өйткені осымен постоянно істеп жүрміз. Зор болады дейсің ғой? Конечно. Бұл енді біздің бір ораза, ертең Құдай қаласа оразаға келатыр. Ораза айындағы бір не қылып алайықшы деп, күндізгі тамағымызды күшті қылып өткізейікші деп, бір ай оразаға деген
бисмиллах деп кіруіміз ғой. Секеңнің енді міне бұл дайын өсіп тұрады енді. Осыны қазір жартылаймыз, қазір далаға шығып от жағуға. Басқа ештеңе қан жоқ, от жағамыздар. Бірге болыңыздар. Лаула, лаула, от, барбекюға баспа тот. Бұл не деген керемет көрініс болады. Картошка жоқ. Бұл қазір біз отты дайындап қойдық, құдай қаласа. Өзбек не қаласайық та? Міне біз уже отты дайындап қойдық. Енді қазір барбекюді саламыз. Осы ғой Серік бағана сайды, ағаш көмір деген, Иә. Ал енді кеттік, Сәке. Бисмилlah. Бірінші барбекюіміздің несі кетті? Не айтады? Далада табиғат аясында томпақпен бірге, қошқар мен текемен бірге біз пісіріп отырмыз барбекю. Ал келесі видеода енді сіздер бұны қалай біз опырып атқанымызды, ой, кешіріңіздер, жеп атқанымызды көресіздер. Иісін қараш, иісін. Көктем. Ауа райы тамаша болып тұр. Ал бірақ біз барбекю дайындаудамыз. Өте ыстық. Мына Серік бауырымыз уже қолын күйдіріп алды. Тарелкаға салып, жеуге почти что дайын. Мен ойлаймын, іште қыздар пияз турап қойған шығар. Бірақ турап қоймаған болуы да мүмкін. Міне қарашы, езіліп тұр ғой мынау. Бүйтейік, барбекюдан бұны Сәкең аударайық ананың үстіне. Давай, ұста. Ұстап тұрайық. Әдемілеп тұрып. Аха, міне. Опа. Міне. Бұл не деген былқылдап тұрған ет мынау. Бұл балықты Серік дейтін жігіт дайындады. Ас болсын. Екінші партия кетіп жатыр. Өз екі-ақ партия, біз көп адам емеспіз.